Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі мастер-класста біз осындай үйге арналған аяқ киім тоқитын боламыз. Видеоны бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Менің каналымда көптеген тоқыма бұйымдарының видеосы бар. Сізге ұнайтыны сөзсіз. Ал ендеше бастайық. Аяқ киім тоқу үшін бізге екі түрлі жіп керек болады. Оның біріншісі менде кавказский акрил, пасмадағы жіп шамамен 100 граммында 240-250 метр. Және екінші жіп менде Қытай сайттарынан алған жіп. Осындай. Орнына Ализа Пафифа айналсаңыз болады, немесе травка жіптерде бола береді. Және крючогымның номері менде 4,5. Жібіңіз неғұрлым қалың болса, соғұрлым аяқ киім әдемі болып шығады. Мастер-класста біз осындай табан тоқуды үйренген болатынбыз. Сол мастер-класс бойынша мен 37-38 өлшемге болатын табан тоқып дайындап алдым. Сілтемесін төменге қалдырамын. Сол сабақ бойынша сіздер де өздеріңізге тоқып алсаңыздар болады. Ал мен ары қарай үстіңгі бөлігін тоқуды бастаймын. Міне бізде бір ауа ілмегі бар, тағы да екі ауа ілмегін тоқимыз. Жіпті ілеміз крючокқа. Мынау біздің ілмектің екі бөлігі, екі бүйірі. Соның мынау ішкі бүйіріне жарты бөлігінен іліп аламыз. Мынау бізде табанның сыртқы бөлігі, мынау ішкі бөлігі. Міне осылай. Міне мынау бізде өрімге ұқсайды, қазақша айтқанда. Осы өрімнің жарты бөлігінен іліп аламыз. Осындай әдіспен айналдыра тоқып шығамыз. Бірінші қатарды тоқып болдым. Енді екінші қатарымыз. Қатардың басымен біріктіреміз. Екі ауа ілмегі. Екінші қатарда біз оң және теріс столбиктерді кезектестіріп тоқитын боламыз. Мынау қатардың басы бізде теріс столбик болып саналады. Жіпті іліп аламыз да крючокқа. Мына екі столбиктің ортасынан өткіземіз крючокты, және келесі екі столбиктің ортасынан шығарамыз. Осылай. Жіпті іліп алып тартамыз. Міне, осындай болды. Енді жіпті іліп аламыз да ішкі жағынан өткіземіз. Және келесі столбиктердің арасынан өткіземіз ішке қарай. Жіпті тартып шығарамыз. Тағы да оң столбик тоқимыз. Жіпті ілеміз де ішкі жағынан. Міне бізде осындай бүдір-бүдір резинка пайда болады. Осылай кезектестіріп, айналдыра тоқып шығамыз. Міне мен екінші қатарды тоқып болдым. Оң теріс столбиктерді қатардың басымен біріктірейік. Егер сіздерде қатарынан екі теріс столбик немесе қатарынан екі оң столбик келсе, онда осылай екеуін қосып жібереміз. Енді осы жерде осылай қоямыз да алдыңғы үш оң столбикті белгілеп аламыз. Ортасынан өте мұқият болыңыздар. Оң столбик ең ортасында болу керек. Енді осы жерге дейін тоқимыз. Оң столбиктің үстінен оң столбик. Теріс столбиктің үстіне теріс столбик тоқимыз. Бұл қатар оңай болады. Өйткені бізде нелер дайын. Оң теріс столбиктер. Осылай мына белгілеген жерге дейін тоқимыз. Міне біздің белгіленген оң столбиктерге келдік. Енді осы жерде қысқартамыз. Мына теріс столбикті қалдырып кетеміз. Бірден оң столбикті тоқимыз осы жерде.
осылай. Мына теріс столбикті қалдырып кеттік. Мына жағында да мына теріс столбикті қалдырып кетеміз. Белгіленген оң столбикті тоқимыз. Осылай. Енді осыны біріктіреміз. Міне. 3 оң столбикті бір столбик қылдық. Әрі қарай әдеттегідей тоқимыз. Қатарды аяқтап, тағы осы жерге дейін тоқимыз. Міне 4-ші қатарымызға келдік, алдыңғы бөлігіндеміз. Енді осы жерде тағы да қысқартамыз. Мынау бізде бір столбик болып саналады. Үшеуін қосқаннан кейін, енді тағы да екі шетінен оң столбиктерді қосатын боламыз. Біріншісі, осылайынан толығымен аламыз. Және мынаны араларындағы теріс столбиктерді қалдырып кетеміз. Мынаумен мынау екі жағындағы теріс столбик қалады. Қосамыз. Әрі қарай оң және теріс столбиктерді тоқи береміз. Бізде осындай болып шығып келе жатыр. Осындай әдіспен бізге керекті биіктікке дейін тоқимыз. Мінекей менде осындай болды. Бастан аяқ менде 12 қатар, мына 13-ші қатарға келіп тоқтап тұрмын. Осы 12 қатар маған жеткілікті, осы биіктік және кеңдігі. Енді осы 13-ші қатардан бастап мен қысқартпай тоқимын. Ол үшін мына біздің 3 столбик қосылғанды бір столбик етіп жай ғана өзін тоқимыз. Міне. Әрі қарай әдеттегідей қатарды аяқтаймыз. Осылай қысқартпай мен осы қатардан кейін тағы да 2 қатар тоқимын. Міне мен 3 қатар тоқып болдым. Осындай болды менде биіктігі. Енді ағыз жіппен көмкеретін боламыз. Жай ғана кетсіз столбиктермен тоқимын. Сіздерде басқаша болуы мүмкін. Бұлайынан орап алмаймыз, оң теріс столбик қылып. Осылай ilmekтерден басынан алып тоқимыз. Осылай айналдыра тоқып шығамыз. Мінекей менде осындай үйге киетін аяқ киім пайда болды. Оның табанын кәдімгі ұлтарақпен немесе сатылатын дайын табандармен тоқсаңыздар да болады. Өте әдемі шығады. Кез келген өлшемге тоқуға болады. Ең бастысы табанның өлшемін келтіріп алсаңыз. Видео ұнаса лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.